Жер бетінде жанға жайлы бір жұмақ орын бар деседі. Оны көру әркімнің маңдайына жазылмаса керек. Ол жерұйық деп аталады. Онда адамдар ауырмай, сырқырамай, 100 жасқа дейін, тіпті одан да ұзақ өмір сүреді. Ал мал жылына 2 мәрте төлдейді. Онда ауылдарға жау шабу қатері жоқ. Онда сұрапыл жұттар болмайды. Барша төңіректе жайқалып, қалың майса шөп өседі. Өзендер мөп-мөлдір, таптаза болып ағады. Ал көгілдір көлдерде балықтар шоршып жүзеді. Адамдар мұң мен жауласу дегенді білмейді. Күнкөріс қамын ойлап, жандарын ауыртпайды. Онда бәрі тең, бәрі бақытты, бәрі тату, дос. Халықтар өзара соғыспайды. Келісімге келіп, үйлесімді өмір сүреді. Және боз торғайлар қой үстіне ұя салып, қой үстіне жұмыртқалайды. Тек сол жерге жету қиын. Ұзақ та ауыр жолға жылдар бойы дайындалу қажет. Жерұйыққа апаратын жол шөл далалар арқылы, таулар мен теңіздер арқылы өтеді деседі. Тек бақыт үшін күрес дегеннің не екенін білетін, әрі барша сынақтан мойымай өткен халық қана осынау елде өз қонысын орнықтыра алады. Алайда бұл жердің қайда жатқанын ешкім білмейді.